бүгін Өскемен қаласына келіп, орталық алаңда үлкен шара өткізіп, техниканың бәрін табыстап, орталық және аудандық бөлімшелерге баратын техниканы бердік. Енді ол жақтан шығып жатқан күйі жақсы, осындай өрт сөндіру техника, құтқару техникасын енді ары қарата ауылдарға бергелі жатырмыз. Ол деген біздің ауыл құтқарушылары деген бағдарламаның аясында жүріп жатқан нәрсе. Мен ойлаймын, барлық осы ауылдарда, осындай ауылдық жерлерде қауіпсіздігіміз мықты болса, онда басқа жерлерде де бәрі де жоғары деңгейде болады деп ойлаймын. Жергілікті атқарушы органдар осы сіздердің органдарыңызды жан-жақты қолдаймыз. Қажетті жергілікті бюджеттен мүмкіндігіне орай жыл сайын материалдық-техникалық базаны нығайтуға, басқа да мүдделі органдармен өзара іс-қимылды бірлесе шешуге жұмыстар жасаймыз. Өйткені оның артында бірлесіп қана осы алдымызда тұрған үлкен техногендік, табиғи басқа да қауіп-қатердің алдын алу тек бірлескен жұмыстың ғана арқасында. Сондықтан сізді сендіргім келеді. Сіздердің органдардың осындағы бөлімшелері бар, біздің жергілікті атқарушы органдар бар. Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, бірлесе қызмет атқарып, өзіңіз айтқандай тұрғындардың тыныш өмір сүруіне барлық жағдайды жасаймыз.